Ассаламу алейкум. Бүгін ерекше дәмді итальяндық тағам дайындаймыз. Ең алдымен сёмга балығының сыртын алып тастап, ортасындағы сүйекті алып, 4 бұрыштап тураймыз. Содан соң фетучини қамырын пісіріп аламыз. Менде шпинатты фетучини. Арасын ашып, бетін жауып, орташа отта толық пісіреміз. Табаға май құйып, үкіштен өткізілген сарымсақты қызартып қуырамыз. Одан кейін пиязды салып, 2 минут шамасында қуырып аламыз. Туралған балықты салып, ағарғанша қуырамыз. Содан соң 10-20% кілегейді қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Және орегано дәмдеу үшін қосамыз. Немесе өздеріңізге ұнайтын итальяндық дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Ақырын араластырамыз да. 2 минут бұқтырамыз. Содан соң фетучини қамырын салып, ақырын араластырамыз. Байқап араластырыңыздар. Себебі балық езіліп кетуі мүмкін. Бетін жауып 2 минут бұқтырамыз. Содан соң черри қызанақтарын қосып, ақырын араластырып, тағы бетін жауып, 1 минут шамасында бұқтырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді ресторандарда ғана жек көрген фетучини сёмгой итальяндық тағамымыз дайын. Үстіне пармезан ірімшігін үкіштен өткізіп сепсеңіздер, тіптен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қонақтарыңызды дәмді тағамдармен таң қалдырыңыздар. Сіздермен болған Балжан Канафина.